Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаев ақиық ақын. Сөздікпен жұмыс. Сөздерді сөздік дәптерге жазып ал. Сөздікті менен кейін қайтала. Дарынды, ақиық, жолығады, арнаған, толғанып, әннің туы, жырлаған, асыл сезім. Сөздермен сөйлем құраймыз. Бір дұрыс сөйлем, бір ұпай. Келесі тапсырма. Оқушылар, мәтінді мұқият оқиық. Және өлеңнің туу себебін өз сөзіңмен түсіндіріп айт. Төменде мәтін берілген, мұқият оқимыз. Одан кейін кестені толтырамыз. Саржайлау өлеңі. Өлеңнің туу себебі қандай? Өлеңнің туу себебін түсіндіріп айтамыз. Дұрыс айтсақ, 3 ұпай. Келесі. Жақша ішіндегі сөздерге тиісті қосымшаларды жалғап жаз. Оқушылар, төменде мәтін берілген. Жақшаның ішінде құдіреті, туы, сезім сияқты сөздер берілген. Осы сөздерге тиісті қосымша жалға. Мәселен, үлгі. Мұқағали туған жері Қарасазды сөз құдіретіне бөлеген. Әрі қарай өзің жалғастыр. Тиісті қосымшаларды дұрыс жалғасақ, 3 дұрыс жауап, 3 ұпай. Келесі. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап жаз. Оқушылар, жаңа біз мәтінмен таныстық. Сол мәтінді еске түсіріп, сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтар. Мұқағали қандай ақын? Мұқағалидың туып өскен жері. Халық арасында кең тараған өлеңдері қандай? Сұрақтарға жауап береміз. Әр дұрыс жауап 1 ұпай, яғни 3 дұрыс жауап 3 ұпай. Сонымен оқушылар, біз бүгін жаңа сөздермен сөйлем құрадық. Өлеңнің туу себебін анықтадық. Сөздерге тиісті қосымша жалғай алдық. Және мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.